Алем парк бар, я решила пробежаться. Сейчас волосы соберу и устрою себе вечернюю пробежку. В основном это где-то 1 сағат уақыт бөлемін, и потом домой, душ, муж и спать. Ух, вот. Пошли. Достар, қалайсыздар? Күндеріңіз қалай өтіп жатыр? Негізі кешегі ситуацияға байланысты неше түрлі ойлар мазалауда, и пару синяков, все нормально. Уайымдап жатқан жандарға үлкен рахмет. Уайымдамаңыздар, қазір барлығы өзі тез арада шешілетін заман ғой. Благо, шүкір. И вообще маған жамандық жасаған адамның өзінің алдын алып келетін негізі. Просто оны жасап отқан кім және не үшін, өзім ма, әлде басқа адамдардың осындай әрекеттері ма, неше түрлі. Ағам ұйықтап отыр. Қазір бір жерге бара жатырмыз. Менің жұмыстарыммен пробкаға түсіп қалдық. Жол көрмей барып қайда қойдымыз. Қараңыздар, маған доставка келді. Мен бұны Ізбасарға заказ берген болатынмын. Қазір таңда енді шыны керек бәрі қолданып жүрген ғой. Көбісі бәрі демек қойыншы, барлықтарыңыз емес. Если заказ белгілеріңіз келсе, типа енді кальянның бір түрі деп айтып жатамыз ғой. Бұл жерде ақпанды қалдырып кетем. Эльквар хаус. Сізге алып жатырмын жан. Тут вкустар знаешь? Әртүрлі вкустар бар, банановый бар, апельсиновый бар, лакалары, яблочная волна деген бар. Есәдеміз қалай? Именно маған ұнайтыны негізінде эльквар. Көбісі айтып жатады ғой, Ізбасарда осыны қолданады, сол үшін болады. Аккаунт қалдырып кетсем, енді қолданатыныңыз болса, осы заказ беріңіздер, қолданбасаңыздар, қолданбай жүре беріңіздер, осы болса. Ал қайда келгенім түсінік шығар, киім алуға келдім. Кеше Ізбасар киінген болады, бүгін менің очередім деп киім алуға келдім. Қалайна үстіндегі маған таңдауға көмектесіңіздер. Осындай двойка, классно, да? Мен бұны біреуден көрген болатын, сразу қараңыздаршы. Бұның түстері бар, бежевый түсі, молочный түсі бар, если не ошибаюсь, еще тағы түстер бар. Классно, да? Такая женственная стала, да, сразу. Қалыппен әдемілік киетін болсам. Бұл бірінші образ, қазір тағы да көрсететін боламын сіздерге. И вот екінші образ. Аяққа қара каблукпен, тоже женственный көйлек. Негізі енді өзіме қазіргі таңда осындай көйлектер көп киетін болдым ғой. Енді бұйырса тұрмысқа шығам. Осындай ұзын, әдемі, келіндік деп, келінский деп айтайыншы. Или хотя бұны кез келген жастағы, кез келген қыздар кие бере алады. Классно, да? Черный түсі бар еще, қараңыздар. И заправить етілген болатын, былай шарт қойсаңыздар да болады, тоже необычный. Классно. Это второй образ. Ал мынау енді вообще қараңыздаршы, как раз жазға арналған, мына жерінде өткізіп